бізде жақсы дәрігер қайдан шығады? Жас кезіңде сен дәрігерлікті оқы, жақсы білім ал. Сол біліміңмен үлкен дәрігер бол, адал бол, иманды бол, 5 уақыт намазыңды оқитын дәрігер болшы, адал. Адал, мынау заңды оқышы. Яғни біз мынау қазіргі қоғамда, қазіргі мезетте біз білімімізді дұрыс жолда пайдаланып, дұрыс жолға сарп етуіміз керек. Соған біз иншалла жастарды үгіттеуіміз керек. Құран жаттайтын жастардың өзі Құранды шын ықыласпен, шынайы ниетпен жаттау керек. Алланың разылығы үшін. Ілім аладың ба? Ілім алатын болсаң оқу керек барып. Медресе оқы, университет оқы, дін оқы. Оқы. Ерінбей оқы. Өйткені одан кейін кеш болады. Жастарымыз қазір көбісі бос. Көбісі бос жүр. Жұмыс жасағысы келмейді. Жалғау. Өйткені жеңілдікке үйреніп бара жатыр. Біздің шариғатымыз олай емес, шариғатымыз еңбекқорлыққа тәрбиелейді.